Қайырлы күн барлықтарыңызға. Бүгінгі таңда елімізде болып жатқан жағдайларға сабырлықпен қарауға тырысыңыздар. Әсіресе бойымызды үрейге алдырып алмаңыздар. Бүгінгі күннен бастап студенттерге және де мектеп оқушыларының барлығына ерте демалыс беріп жатқанынан хабардарсыздар. Ендеше кез келген ата-ананың бойында тудыратын сұрақтар: менің баламның сабағы ары қарай не болмақ, баламды сабаққа қалай дайындасам болады деген сұрақтар мазалауда. Енді осы сұрақтың шешімін білген академия орталығы табуда. Дәл қазір сіздерге бастауыш сынып ұстазы Сатымбаева Ләйла Өмірзаққызы 2-ші сынып оқушыларына математика пәнінен сабақтың тақырыбы есептер шығару қазақ халқының қолөнері тақырыбында сабақ бермекші. Бізбен бірге болыңыздар. Біз сіздермен біргеміз. Көріңіздер, қараңыздар, дайындалыңыздар. Сәлеметсіздер ме? Біз бүгін 2-ші сыныпта есептер шығару қазақ халқының қолөнері деген тақырыпта сабақ өтеміз. Бұл жалпы 2-ші сыныптарда есептер шығару тақырыбы 1-ші тоқсаннан бастап бар, бірақ осы 3-ші тоқсанның соңынан қарай тура және жанама сұрақты есептерді балалар бастап өтуде. Біз бүгін 3-ші сағатта есептер шығаруды қайталаймыз. Біздің сабақтағы мақсатымыз санды бірнеше есе арттыру, кемітуге, айырмалық салыстыруға, еселік салыстыруға берілген есептерді талдау және шығару, кері есептерді құрастыру және салыстыру. Бүгінгі сабақта және де осы математика пәнінде балаларға қазақтың қолөнер бұйымдары туралы толық мәлімет бере кетемін. Әрине, қазақ халқының қолөнер бұйымдарын әрқайсымыз білеміз. Оларға нелер жататынын оқушылар да біле жатады. Міне суретте өздеріңіз көріп отырғандай сақина, білезік, осындай заттарды күмістен жасалған, теріден жасалған, ағаштан жасалған заттарды осы есептер шығару барысында балаларға мен таныстырып, түсіндіріп өтемін. Ендеше қазір біз бірінші есебімізді бастайық. Есепті шығару кезінде ең бірінші есептің шартына көңіл бөлгеніміз жөн. Баламен міндетті түрде есептің шартын оқып алайық. Зергер 4 білезік және одан 2 есе артық сақина жасады. Зергер барлығы неше бұйым жасады. Бұл жерде есеп зергерлік бұйымдар туралы берілген. Зергерлік бұйымдар дегеніміз балаларға сол сақина, сырға, әртүрлі жаңағы әшекей бұйымдары зергер жасайтын, яғни сол әшекей бұйымдарды жасайтын адамды зергер деп айтамыз. Ендеше осы есептің біз қазір шартын құрап жазып алайық. Зергер 4 білезік жасады, яғни белгілі білезік. Біз есептің шартын бірге жазамыз. Білезік 4. Сақина. Бұл жерде сақина белгісіз. Бірақ сақина 2 есе артық білезіктен. Бұл жерде міндетті түрде сызық жазылу керек. Яғни 2 есе артық. Ал біздің есептің сұрағында барлығы неше бұйым жасалған. Барлығын біз мынандай сызықпен белгілейміз. Барлығы неше бұйым. Яғни біз есептің шартын жазып алдық. Енді осы есептің шешуі мен жауабын тауып алуымыз керек. Енді шешуін тапқан кезде ең бірінші көңіл бөлетін дүние, бұл жерде біз есептің шешуін табу үшін қандай амал қолданамыз. Бұл жерде білезік 4, сақина 2 есе артық болғандықтан есе артық деген кезде көбейту амалын қолданатынын бала біледі. 1-ші тоқсаннан бастап бала осыған көп көңіл аударуда. Ендеше білезік 4 болса, сақина одан 2 есе артық болғандықтан біз бұл есептің мәнін тауып алған кезде көбейту амалын қолдандық. Яғни бұл 8 дегеніміз сақинаның саны, яғни сақина екенін бала біледі. Енді біз бір сақинаны тауып алдық. Енді барлығы неше бұйым екенін тауып алу үшін барлығын тапқан кезде міндетті түрде қосу амалын қолданатынын бала әрине біледі. Яғни білезік пен сақинаны бір-біріне қосқан кезде барлық бұйым саны шығады. Яғни біздегі бұйым саны 12. Міне 8 сақина 12 бұйым екенін тауып алдық. Енді осыны біз жауабына жазуымыз керек. Бірақ бір ескеретін дүние, жауабына жазған кезде есепте сұрағында не қойылған, сол сұраққа біз жауапта жауап жазуымыз керек. Әрине бұл жерде 12 бұйым екенін жазамыз. Ал енді келесі екінші есепке көңіл аударайық. Алдымен есептің шартын оқып аламыз.
бір зергер 24 әшекей бұйым жасады. Бұл басқа зергердің жасағанына қарағанда 4 есе артық. 2 зергер барлығы неше әшекей бұйым жасады. Әрине бұл жерде де біз байқағанымыздай, бұл есеп те әшекей бұйымдары туралы. Ендеше осы есептің шартын жазып көрейік. Бір зергер 24 әшекей бұйым жасады. Бірінші зергер 24 әшекей бұйым жасады. Бұл жерде біз уақытты ұтымды пайдалану үшін қысқаша шартын жазамыз. Ал енді бұл екінші зергердің басқа зергердің жасағанына қарағанда 4 есе артық. Яғни екінші зергердің жасағаны белгісіз, қанша екені. Бірақ бірінші зергердің жасағаны 4 есе артық. 4 есе артық бұл бірінші зергердікі болғандықтан қысқаша шартында бірінші зергердің маңына жазамыз. Бұл екінші зергердің жасағанына қарағанда 4 есе артық. Енді бұл жерде бізде тағы да барлығын сұрап тұр. Бұл да бізде құрама есеп, өйткені бұл жерде біз есептің мәнін тапқан кезде екі амал қолданамыз. Әрине бұл жерде біз қазір шешуін табуымыз қажет. Тағы да біз баламен бірге ойлануымыз керек. Бұл есептің шешуін тапқан кезде қандай амал қолданамыз? Әрине бұған өте көңіл көп аударуымыз керек сұрағына. Бірінші зергер 24 әшекей бұйым жасады, белгілі. Бұл 4 есе артық. Қайсыдан? Екінші зергерден. Сондықтан сол белгілі 24 әшекей бұйым 4 есе артық болып тұрса, яғни екінші зергердікі бірінші зергердікінен кем екеніне мән беруіміз қажет. Сондықтан 24-ті 4-ке бөлген кезде 6. Яғни екінші зергердің жасаған бұйымы 6 екенін бала тауып алады. Енді бізде келесі сұрақ болып тұр. Бұл жерде екі зергер барлығы бірігіп неше бұйым жасаған. Бұл жерде барлығын табу үшін біз қосу амалын қолданамыз. Яғни, бірінші зергердің жасаған 24 бұйымына, екінші зергердің жасаған 6 бұйымын қоссақ, барлығы 30 бұйым болады. Міне. Ендеше біз жауабын тапқан кезде сұрақтың жауабын жазуымыз қажет. Жауабы уақытты егер ұтымды пайдалансақ 30 деп жазсақ та болады, немесе барлығы 30 бұйым деп біз сұраққа жауап бере аламыз. Ал енді үшінші есепке көңіл аударайық. Тағы да алдымен шартын оқып аламыз. Зергер 18 сақина жасады. Ол 3 қобдишаның әрқайсысына 4 сақинадан салды. Неше сақина қалды? Алдымен балаға бірге сұрақ қоямыз. Зергер неше сақина жасады? Зергер 18 сақина жасады. Бұл белгілі. Ендеше шартын жазған кезде жасады. Он 18 сақина. Бұл белгілі. Енді ол 3 қобдишаның әрқайсысына 4 сақинадан салды. Ендеше келесі мәлімет салды. Салды. Неше сақина салды? Енді осыған көңіл аударамыз. Яғни 3 қобдишаның әрқайсына 4 сақинадан 3 қобдишаға салды. Бұл белгілі. Енді біз сұрағына көңіл аударайық. Неше сақина қалды? Яғни бізде бұл есепте қалғанын сұрап тұр. Қалғаны неше сақина? Ал енді баламен бірге ойлансақ, әрбір бала бұл есепте қандай амал қолданатын өзі біледі. Әрине, жасағаны 18 сақина болса, оның әрқайсысын 4 сақинадан 3 қобдишаға салған болса, қалғанын табу кезінде қандай амал қолданамыз? Ал есептің шешуін тауып алайық. Шешуін тапқан кезде әрине бала ойланады. Бұл жерде 18 сақинаны жасаған болса, одан біз азайтамыз. Әрқайсына 4 сақинадан 3 қобдишаға салып. Яғни бұл жерде әрқайсында деген сөз болғандықтан, бала міндетті түрде көбейту амалын қолданатын біледі. Ендеше 18-ден біз азайтамыз, 4 пен 3-тің көбейтіндісі 12. Сонда бізде 6 сақина қалып тұр. Ендеше біз жауабын жазамыз. Жауабында бізде неше қалғанын сұраған. Жауабын біз толық жазуымыз қажет. Яғни неше сақина қалды? 6 сақина қалды.
Ал енді бүгін біз қарап отырсаңыздар 3 есеп шығардық. Осы 3 есептің қолданған амалдарында да әртүрлі амалдар қолдандық. Яғни біз жерде көңіл аудару керек неге? Есептің сұрағына көп көңіл аударуымыз керек, және де ондағы берілген мәліметтерге көп көңіл аударуымыз керек. Міне өздеріңіз көріп отырғандай, бірінші есепте біз барлығын таптық. Яғни барлығы неше бұйым екені. Бұл жерде бізге сұрақ тікелей тура берілген. 2 есе артық сақина. Бұл жерде бала міндетті түрде ойланып өз бетімен шығара алды. Енді мұндағы екінші есепке қарап отырсаңыздар, бұл жерде жанама сұрақ қойылған. Бала осы жерде шатасып кетпес үшін мен өзімнің сыныбымдағы оқушыларыма айтамын. Осы жердегі жанама есептегі бұл деген сөзге көп көңіл аударуымыз керек. Өйткені мына жерде есепте қарап отырсаңыздар, бұл басқа зергердің жасағанына қарағанда 4 есе артық. Жанама сұрақ болған кезде бұл деген сөз міндетті түрде кездеседі. Ал енді үшінші есепке келген кезде тағы да бала сұраққа және берілген мәліметке көп көңіл аудару керек. Міне, осы 3 есепті шығара отырып, бала зергер туралы мәлімет алды. Яғни әшекей бұйымдарды жасайтын адамды зергер деп атайтынын балаға түсіндіруіміз керек. Және де қазақ халқының қолөнерінде әшекей бұйымдарына мынау сияқты сақина, сырға және де теріден жасалған осы біздің жаңағы торсығымыз, қамшы, қазақ халқында бұның бәрі қазақ халқының қолөнеріне жататынын бала білуі керек. Әрине қазақ халқы қолөнер бұйымына өте көп көңіл аударған. Ол жерде жасаған кезде жаңағы қазақтың ою өрнектерін қосып жасаған. Осының барлығын біз балаға есепті шығара отырып бірге түсінік беруіміз қажет. Жақсы, тыңдағандарыңызға рахмет.